Екі әйел алудың зардабы. О досым, шіркін, екі әйел алудың рахатын мына менен сұра. Үйге келген тұсымда бірі бәтіңкемді, бірі бас киімді шешіп жатады. Ал дастархан басында ше. Тіпті керемет, бірі шайымды құйып отырса, бірі орамалмен аузымды сүртіп отырады. Жан ләззаты ғой, мұндай жұмақ өмірді бұрын соңды сезінбеппін, деп еді досы әңгіменің төркініне егіліп, араға уақыт салмай, біздің жігітте екі әйел алуды көздеп еді. Алды да, алайда, екі әйелінің қайсы біріне жақындаса да, қажытып жолатпай қоюын алғашында түсінбеді. Бәйбішесіне келе қалса, менен қызығушылығың кетті емес пе? Жап-жаңа тоқалыңа бар енді. Кет әрмен деп жуытпайды. Ал тоқалы сірә бәйбішесіне қарай айдаса керек. Қай жағына барса да өктем лебіздерді естіп әбден қажыды. Сөйтіп, жан тыныштығына кенелу үшін мешітке барып ыңғайлана бастаған сол еді, артқы тұстан таныс дауыс естілді. Бұрылып қараса, әлгіндегі екі әйелді алуға кеңес берген дос екен. Таңданған күйі бірден сауалдарға көшті. Сен мұнда не бітіріп жүрсің? Деді түсініксіз кейіппен. Екі әйелін мені өздеріне жақындатпайды. Ал бұл үрдістің созылғанына міне 2 айдай болып қалды. Содан міне мешіттемін. Сонда неге маған 2 әйел ал деп кеңес бердің? Жан рахаты дегенің қайда? Мешітте жалғызсырап қалғаныма ұзақ уақыт болды. Емес пе? Сол себепті сені жаныма алдырайын дегенім ғой.